Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода English Plus оқулығының, яғни Workbook'ын түсіндіріп беретін боламын. Бізде Students Book емес, Workbook. Бөлім 5-ші, Unit 5, Values тақырыбы. Exercise 1. Label the pictures with the words in the box. Яғни мынау таблицадағы сөздерді сәйкес етіп, біз бос орындарға жазып шығуымыз керек. Ендеше бастаймыз. Бірінші бұл жерде арнайы киім кию, яғни wear special clothes. Wear деген кию. Екінші сәндеп жатыр, яғни decorate the house. Сәндеу, үйді сәндеу дейді. Үшінші инструмент ойнау, яғни play an instrument. Төртінші cook nice food. Тағам пісіру дейді. Бесінші celebrate a festival. Мейрамды тойлау дейді. Алтыншы dance with friends. Достармен билеу. Жетінші sing a song. Өлең айту. Яғни осы сөздерді бірінші жаттығуға жазып шығамыз, оқушылар. Екінші жаттығу complete the crossword. Яғни сөз жұмбақты шеш дейді. Бірінші across дегеніміз бұл жанынан. Ал down дегеніміз тігінен, жоғардан төмен қарай. Ал across дегеніміз жанға қарай. Енді бірінші I дейді, яғни бұл жерде үшінші түр екен, яғни across-та, яғни жанынан үшінші I dance, мысал келтіріп болған I dance to hip-hop music with friends. Мен достарыммен хип-хоп музыкаға билеймін дейді. Енді төртінші have-ті қоямыз, яғни we have a party every year. Төртке have сөзін жазамыз. Келесі бесінші my parents cook nice food for the party. Менің ата-анам яғни кешке арнап жақсы тамақтар пісірді дейді. Жетінші, яғни біз бірінші жанға қарай тауып жатырмыз. Жетінші, we also make a lot of small sweets. Сегізінші, people in our country celebrate New Year's Eve. Celebrate сөзін жазамыз. Енді down, төмен қарай, бірінші сөз I play a big instrument. It's the piano. Яғни бұл жерге play сөзін қоямыз. Яғни мен өте үлкен инструментте ойнаймын дейді, аспапта дейді, ол пианино дейді. Екінші, the twins get presents on their birthday. Егіздер өздерінің туған күндерінде сыйлықтар алды дейді, яғни екіге get сөзін жазамыз. Келесі үшінші, people decorate their houses for Christmas. Адамдар Крисмасқа арнап өздерінің үйлерін сәндеп жатыр, decorate болады. Алтыншы, we wear new clothes for the Eid festival. Біз, яғни алтыншыға wear сөзін қоямыз. Біз Eid мейрамына жаңа киімдер киеміз дейді, яғни екінші жаттығудың жауаптары осы екен. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Answer the questions about your favorite festival and your favorite special day. Favorite festival дегеніміз ұнататын мейрам, мереке. Ал favorite special day дегеніміз ұнайтын арнайы күн. Енді бірінші what's your favorite festival? Сенің ұнататын мейрамың қандай дейді? My favorite festival is March 8 наурыз мерекесін айт деп жаздым, мысал ретінде. Because this day I get presents. Себебі мен бұл күні сыйлықтар аламын. It's very existing. Бұл жауапты ұлдар жасы қате болады. Ұлдар басқа бір мереке жасанар болады. Екінші, it's my birthday. Яғни, what's your favorite special day? Сенің арнайы күнің қандай дейді? Бұл менің туған күнім дейді. This day I spend time with my friends and the family. Бұл күні мен достарыммен және ата-анаммен уақыт өткіземін деп мысал ретінде жаздым. Енді оқушылар келесі 34-ші бетке көшеміз. Бірінші жаттығу. Complete the sentences using the present simple form of the verbs in brackets. Жақшадағы сөздерді present simple шағына ауыстырып жазуымыз керек. Бірінші, my father visit, яғни visit сөзін visitsқа ауыстырамыз. Visits friends on their special day. Енді бірінші, my aunt and uncle make sweets for the festival. Екінші, my grandmother cooks a big fish. Яғни бұл жерде оқушылар present simple шағын мұғалім түсіндірген болатын, түсіндірген шығар сыныпта. Сол себепті сразу мен сендерге жауаптарын айтып берейін. Үшінші, we wear nice clothes to parties. Төртінші, I play in the park with my friends. Бесінші, he likes the presents on his birthday. Алтыншы, they dance to great music at the celebration. Жетінші, our dog eats special food on its birthday.
бірінші жаттығудың жауаптарын жазып аламыз. Келесі бізде екінші жаттығу. Exercise 2. Look at the pictures and the complete sentences. Суреттерге қарады, сол суретке байланысты сөйлемдерді толықтыр дейді. On the special day дейді. Арнайы күн дейді. Енді жазамыз. Бірінші, play, people give presents. Адамдар сыйлық алады дейді. Енді береді дейді. We, біріншіге eat сөзін қоямыз. We eat lots of grapes. Екінші, my friend wears funny clothes. Менің досым өте қызықты көңілді киім киеді дейді. Үшінші, I dance in the street. Мен көшеде биледім дейді. My uncle visits his mother. Бесінші, my sister sings with her friends. Яғни осы сөздерді бос орындарға жазып шығамыз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Complete the sentences using the present simple form of the verbs in the box. Мынау таблицадағы сөздерді present simple шағында біз қойып жазымыз керек. Ендеше бастаймыз. We walk to school every day. Біз мектепке күнде барамыз дейді. Our cousin lives in Brazil. Біздің кузиніміз Бразилияда тұрады дейді. The film star wears expensive clothes. Фильм жұлдыздары олар қымбат киімдер киеді дейді. They cook nice food for the celebration. Олар тойлауға, яғни мерекені тойлауға өте жақсы тамақтар әзірледі дейді. He decorates the house and it's very nice. Олар үйді сәндейді және ол өте керемет көрініп тұр дейді. At the festival we jump over a big fire. Біз фестивальда үлкен оттың үстінен секірдік дейді. Яғни осы үшінші жаттығудың жауаптарын жазып аламыз. Келесі төртінші жаттығу. Look at the picture and write about Maria, Alтай and Gani using the present simple form of the verbs in the box. Мына таблицадағы төрт сөзді біз жазып шығуымыз керек. Яғни Мария makes cakes дейді. Келесі, she plays tennis, she dances salsa, she visits museums. Жақшаны ашып жасандарда болады. Келесі, Алтай and Gani дейді. Яғни олар екеуге, оларды they деп жасақ болады. They make pizzas, they dance hip hop, they visit castles деп жасақ болады екен оқушылар. Осымен біздің бүгінгі Workbook талдауымыз аяқталды оқушылар. Каналда Students Book'тың да жауаптары шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады.